Бүгін мұны Арбат деген тамақ ішетін жерге келдік. Бұл жерден тамақ ішіп деп тұрмыз енді. Жігіттермен келдік. Бүгін енді четверг. Енді ертең қайтатын күн. Кішкене күн бұзылды осы. 1-2 күн. Бұл жақта да кішкене бұлттанып. Жел соғып, осы кешке қарай қатты күшейіп кетті. Бірақ енді біз желден қорықпаймыз ғой. Бір жақтың желі бізге қатты емес. Жалпы осындай ушу болып кетті. Автобус тосып тұр. Кешкі уақыт қой қазір. Өткендегі өтпей анау жерде тұрады. Жаңбыр жауған жоқ әлі. Құр желдетіп тұр. Бүгін енді Юлдызға келейік деп Асенге екеуміз мінекей. Бір манты алып, ташкентский шай барын қызықтап көріп отырмыз енді. Ас болсын, қайырлы кеш. Нұрбек ағам оқырмандарына сәлем. Бүгін енді Азатты да шақырып едік. Азат кішкене жұмыстармен келе алмай жатыр екен. Тағы да біреулерге шығып едік, шыға алмай қалдық енді. Асен екеумізге бүгін бұйыртып тағы да осы жердеміз. Сонымен енді Юлдызды тағы да кешкі Юлдызды қарап қызықтап отырмыз енді. Ертең енді Алла бұйыртса жұмысымыз барлығы тамам болып, аман есен қайтайық деп жатырмыз енді. Бірақ енді қайтуға қуанып тұрған жоқпын, қимастай. Мынандай достарым пайда болды бұл жақта. Өте бір ыстық, маған сезімге толы Тараз болып жүр. Таразға ризамыз. Рахмет. Тағы да баруға бұйыртсын. Аске өзіңіз бірдеңе деп жүріңіз енді. Не дейін енді. Мен де қуаныштымын сізбен танысқаныма. Әнуарбек аға өте жақсы кісі. Мен камераға сөйлеген қайсыз көп сөйлемейді болсын. Сол сәттілік. Рахмет. Келесі кездескенге жазсын енді. Бұйыртсын. Аманшылықта тойда кестік. Рахмет аға. Жақтамын рецепшн. Мен енді екінші қабаттамын. Бұл жерде де жөндеу жұмыстары жасалынып, ары қарай заманның талабына сай боламыз деп әдемілеп сәндеп жатыр. Менің бөлмем осы. Бөлме таза, ешқандай иіс жоқ, ыңғайлы. Арғы жақтарда тағы да жанару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бөлмемізге қайтып келдім. Қазір енді маған реттеліп, дайындалып, өз еліме қайта оралуым керек. Мәнік. Барлығы өте тамаша. Жақсы. Енді бұйыртса бұл жаққа да тағы да келерміз деймін. Маған бір өте ұнаған қонақ үйдің біреуі Арвада Көшеней көшесінде орналасқан. Бұл жердің қызметкерлері өте мейірімді жан. Аидамыз бар, Рая тәтеміз бар, Ақерке бар. Барлықтары өте жақсы сервис көрсетіп, өздері мен білмеген сұрағанда ылғида жауап беріп, маған қол ұштарын беріп тұрды. Енді бүгін кететін күн сағат 3-ке дейін түнгі негізінде. Сонда да жақсы жол жүретін болғаннан кейін маған рұқсат беріп жатыр. Ешқандай ештеме төлемей, сол пойызға дейінгі уақытқа бола беріңіз дейді. Әйтпесе білесіздер, қазір енді кәсіптің уақыты бұндай деген мүмкіндік бермейді. Ешқашан ешкімге ондай құр жай 1 сағат, 2 сағат деген уақыт беріп жатпайды. Білесіздер, гостиницаның барлығы сағатпен жалдап жатады. Енді бұл жерде маған көмектесіп, жақсы, біз сізді түсінеміз,
қол ұшымызды берейік деп маған рұқсат беріп жатыр. Енді асықпай жиналып, өзі билеттің уақыты қашан екен деп соған ыңғайлап шығуыңызға болады деп маған қосымша төлемақы алып жатқан жоқ. Енді бұл жерге рахмет. Арбада гостиницасы мінекей. Енді келешекте тағы да бұл жерге келем деген жоспарда бар. Енді жалпы Тараз қаласы, Тараз халқының тұрғындары өте маған ұнады. Сондай жылы сезімде қалдым мен. Осы көшеде бір өзімнің бір көшем секілді болып қалды. Қимастай болып тұрмын. Әлі де тағы да жатар едім. Жаз бойда демалушы едім осы жақта. Алла бұйыртып тағы да осы қалаға енді тағы да бір демалуға келуге мүмкіндік болса екен дейміз. Соны Алла бұйыртсын дейміз. Егер де келіп жатсам тағы да осы қонақ үйіне келемін деймін. Бұл жерге енді жалғыз емес, отбасымен келгім келіп отыр. Таразды видеолеріме де көрсетіп, олар да осы Тараз қандай тамаша қала екенін көрсін деп. Үлкен көне қала, сондай кішіпейіл, кең қала. Жүрегі кең, жылы қала. Рахмет бұл қаламызға, қаламыздың тұрғындарына, барлықтарына. Енді ерекше рахмет осы Арбада қонақ үйінің барлық қызметкерлеріне. Рахмет, аман сау болыңыздар.